Алиментке арыз жазу қалай және қайда жүгінуге болады? Баланың әкесі алимент төлеуден бас тартып жүр ме? Немесе алимент өндіруден қайдан бастау керектігін білмейсіз бе? Бүгін біз қалай дұрыс арыз жазуға болатынын, қайда жүгіну керек екенін және егер алимент төленбесе қандай шаралар қолданылатынын заң тұрғысынан қарастырамыз. Алиментті талап ету құқығы кімде бар? Қазақстан Республикасының неке, ерлі-зайыптылық және отбасы туралы кодексінің 138 бабы бойынша алиментті келесі адамдар талап ете алады. Кәмелетке толмаған баланың заңды өкілі, яғни ата-анасы, қамқоршысы. Жоғары оқу орнында оқитын 21 жасқа дейінгі студент күндізгі бөлімде оқитындар үшін. Еңбекке жарамсыз ата-ана, егер бала кәмелетке толса да, ата-анасының асырауында болса. Алимент мөлшері қанша? Осы кодекстің 139 бабына сәйкес алимент мөлшері келесідей белгіленеді. Бір балаға жалақының 1/4 бөлігі, яғни 25%. Екі балаға жалақының 1/3 бөлігі, яғни 33%. 3 немесе одан да көп бала жалақының 1/2 бөлігі, яғни 50% есептелінеді. Енді ары қарай 4 бала, 5 бала, 6 бала, 10 бала болса да, осы 50% ғана есептелінеді. Бірақ егер әке тұрақты түрде аз табыс табатын болса, немесе жалақысын жасырып жүрсе, сот белгілі бір сумманы белгілеуі мүмкін. Алиментке арыз қалай жазылады? Алимент өндіру туралы арызды мыналар болуы тиіс. Арыз берушінің аты жөні, мекен жайы. Алимент төлеушінің аты жөні, яғни мекен жайы. Баланың толық мәліметтері, туу туралы куәліктің көшірмесі қоса тіркеледі. Алимент төлеу себебі, мысалы, ажырасу, ата-ананың бірінің баланы асыраудан бас тарту және тағы да басқа сондай мәселелер қарастырылады. Ол жерде қоса кететін мәселе, осы біздің практикамызда 2013 жылы қайтыс болып кеткен балаға алимент өндіру бойынша соттың ұйғарымы жүргізіле берген. Жоқ балаға былай айтқанда. Сол себептен қазіргі таңда баланың денсаулығы жақсы деген анықтама міндеттелген. Яғни бала тірі, денсаулығы жақсы деген анықтама міндетті түрде осыған қосу қажет. Арызға қоса тіркелетін құжаттар, ол баланың туу туралы куәлігі, неке қию немесе ажырасу туралы куәлік, алимент төлеушінің табысы туралы мәліметтер, егер ол бар болса. Егер төлеуден бас тартса, бұл туралы дәлелдер, хаттар, аудиожазбалар, куәгердің мәлімдемесі арқылы жүргізіледі. Қайда жүгіну керек? Сот арқылы өндіру, егер ата-аналар өзара келісімге келе алмаса, сотқа жүгіну қажет. Қазақстан Республикасының азаматтық процесс кодексінің 148 бабына сәйкес алимент өндіру туралы талап, арыз талапкердің тұрғылықты жеріндегі сотқа беріледі. Нотариустық келісім жасау, егер екі тарап өзара келісе алса, нотариус арқылы алимент төлеу туралы келісім жасауға болады. Бұл келісімнің күші сот шешімімен тең. Егер алимент төленбесе, онда сот орындаушысы арқылы мәжбүрлеп орындауға болады. Алимент төленбесе не істеу керек? Егер алимент төлеуші міндетін орындамаса, сот орындаушысына жүгіну қажет. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 139 бабына сәйкес, егер алимент 3 айдан аса төленбесе, алимент төлеушіге мынандай шаралар қолданылады. Банктік шоттарына тыйым салынады, көлік жүргізу құқығы тоқтатылады, шетелге шығуға шектеу қойылады. Қайталанған жағдайда 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылады. Әрине біздің практикамызда әлі бас бостандығынан айыру жазасы болмаған, сондықтан әкімшілік жауапкершілікке көбіне тартылады.
егер алимент төлеуші 3 айдан астам уақыт ешқандай алимент өтемеген болса, төлемеген болса, онда жеке сот орындаушы әкімшілік сотқа апарып, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 669 бабына сәйкес 2 немесе 3 тәулікке әкімшілік қамақ бергізіледі. Дәл осылай 2 рет әкімшілік сотқа апарып, 2 рет әкімшілік жауапкершілікке тартылса, ары қарай РОВД-ға арыз жазып, қылмыстық кодексінің 139 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғатуға да мүмкіндік қарастырылған. Алименттен жалтарудың заңсыз жолдары. Кейбір ата-аналар алимент төлемеу үшін ресми түрде жұмыс істемейтін болып көрінеді. Жалақысын жасырады. Мүлкі болса, мүлікті басқа адамдардың атына рәсімдейді. Егер осындай жағдай орын алса, сот орындаушысы тергеу жүргізіп, табыс көздерін анықтауға құқылы. Алимент бұл баланың заңды құқығы. Егер алимент төленбесе, сот арқылы өндіруге болады. Алименттен жалтарған жағдайда құқық қорғау органдары қатаң шара қолданады. Егер сіз алимент өндіріп алу жолдарын толық білгіңіз келсе, ол менің кітабымда барлық заңды нұсқаулықтар бар. Ал егер сізге кеңес немесе көмек керек болатын болса, осы видеоның астында сілтеме бар, сол сілтеме арқылы маған хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Егер бұл видео сізге ұнаса, онда маған тіркеліп, пікір жазып, және жанашыр деген жақындарыңа жіберуді ұмытпа. Заңнан зардап шекпей, заңды әрқашанда өзіміздің қорғауымызға қолданып жүрейік ағайын.